Достар, біз бүгін балапан туралы естіреміз. Баяғыда бір тауық болды. Ол жұмыртқадан қалап жүріп, сосын ол бәлік алынған. Балық балапандан жаралып, тек білеуі жарылмай қалды. Сосын анасымен бірге кетіп қалды. Білеуі жаралыпты. Анам қойды. Ой, мен оны балбір деп келем. Емессіз бе сен? Сіз менің анам емессіз бе? Мен анамды деп жүрмін. Жоқ, мен сенің анаң емеспін. Сенің анаң менен кішкентай. Сәлеметсіз бе, ешкі? Сіз менің анам емессіз бе? Мен анамды деп жүрмін. Жоқ, мен сенің анаң емеспін. Сенің анаң менен де кішкентай. Жолайды. Сіз менің анам емессіз бе? Мен анамды деп жүрмін. Жоқ, мен сенің анаң емеспін. Сенің анаң менен үлкен. Сіз менің анам емессіз бе? Мен анамды деп жүрмін. Сіз қалғадан үлкенсіз ғой. Жоқ, мен сенің анаң емеспін. Сенің анаң Кукареку деп дыбыс шығарады. Сонда мен анамды таба алмаймын ба? Жылама, балапан, сенің анаң судан ау жағында тұр. Көбесін деп айтыпты көбесін. Анасым, балам. Осымен ертеңіміз аяқталды. Сау болыңыздар.